Мен әйеліме есеп беремін, өйткені мен әйелімнің қорқам ұрсады ол десең. Мен әйеліме отчет беру деп айтатын болсақ, бұл отчет беру деп ойлаңыздар, бірақ мен оны отчет беру, есеп беру деп есептемеймін. Мен мысалға телефон байланыс аясынан тыс жерде болатын болса, бірнеше сағат, немесе жолда болатын болсам, самолетте болатын болсам, бір орталарда болатын болсам, міндетті түрде оны әйеліме айта саламын. Телефонды көтермеу, жаңағы WhatsAppқа жауап бермеу деген дүниелер, жігіттер, ол үнемі түбі проблема, түбі күдік, түбі шайтанның ой салуы, әйеліңіздің жаңағы шашының ағару деген сияқты психологиялық проблемаларға алып барады, соңы конфликтке ұласады. Негізі бұл жерде өзі бір мәселе тек отчет бермейтін жаңағы жігіттерге де байланысты емес, өз әйелдерге де байланысты. Неге айта салмайсың деп айтады ғой қыздар. Негізі ол айта салмайсың емес, күйеуіне жазған кезде олар қайда жүрсің дегендей бір зілмен жазады да негізі. Дұрыстап сұраса, негізі еркек негізі айтады. Сондықтан қыздар жаңағы сұрақты да дұрыс қойып үйреніңіздер.